Алла адамға берген үлкен нығмет ол еркіндік. Осы сөзді қалай түсініп тұрсыз? Айтыңызшы. Еркіндік, таңдау құқығы. Қандай өмір сүруді, қанша табыс табуды, қандай жұмыс жасауды, бай бағытта болуды, кіммен болуды, кім болуды, бәрін адам өзі таңдайды. Себебі Алла еркіндік берді. Еркіндікті Алла берді, бірақ сананы торда ұстап, өзіміз шектеп жүрген, еркіндігімізді сезе алмай жүрген біз емес пе? Соның бірі өзіңнің жаның сүйетін, қалайтын жұмысты істеу нағыз еркіндік. Сол жайлы ойланып, жасай алып жүрме көбісі. Жаныңды қинамай, расында саған бақыт алып келетін іспен шұғылдану, ол да құлшылықтың бір түрі екен. Сіз сүйікті ісіңізбен айналысып жүрсіз бе? Басқа нәтиже қалайсың ба? Басқалай нәтиже керек пе? Онда бұрын-соңды жасамаған істі жасауға, шешім қабылдауға тура келеді. Тағы да құрбым, таңдау сенде.